Алматыға іс-сапарға Мәлік ағаймен бірге баратынымды білгенде қуанып кеттім. Ол кісінің қызметі жай қатардағы инженерлердің бірі болса да, өзін үлкенді кішілі зауыт адамдар қатты құрметтейді. Бірі жұмбақ адам десе, бірі көпті көрген адам, бірі басқаларға ұқсамайды, ерекше жан деп айтып жатады. Бірақ не себепті олай дейсің десе, ешқайсысы жарытып ештеңе айтпайды. Өздерінің бір құпиялары ашылып қалатындай жауаптан қашады. Әйтеуір ол туралы ешкім жаман айтпайды. Іс-сапарға шыққанда мен үшін біздің бастық секілді қатты ішіп, өзінің де өзгенің де мазасын мен берекетін алмайтын адам болса болғаны. Бірде біздің бастық Мәлік ағай туралы оның сөзімен бас директордың өзі де санасады. Жазған сұраныстарына үлкен жауапкершілікпен қара дегені бар. Бұлай бөле жара айту әдетінде жоқ еді. Онысы құрметтеу ме, әлде сескену ме себебін біле алмадым. Онымен кейде оқта-текке жұмыс бабымен кездесіп қалғанымыз болмаса, араластығымыз жоқ. Мерекелерде зауыттағы іс-шараларға басқа қызметкерлер семьясымен келсе, ол жалғыз жүретін. Ол туралы менің есіме түскені жақында зауыт кеңсесі алдында Майра, кәдімгі мен жақсы көретін Майрамен кездесіп қалды. Ол Дүйсен деймін. Алдағы демалыста тауға шығайық дегенде асығып тұрған түр көрсеткен мен күмілжіп қолымның тимейтінін айттым. Сол кезде қасымыздан өтіп бара жатқан сөздерімізді еріксіз естіген Мәлік ағай маған қарап жұмбақ күлімсіреген. Пойызға отырып, билет тексергеннен кейін төсек орын алып жатып қалған мен қатты шаршағандықтан ба, жатысымен ұйықтап кетіппін. Мәлік ағайдың Дүйсен тұр, тамақтануға сені күтіп отырмын деген даусынан ояндым. Алматы-Москва жүрдек пойызы бір ырғақпен жүріп келеді. Ұйықтағаныма бірталай уақыт болыпты. Маған әйтеуір пойыздар күндізгіден гөрі түнге қарай жеңіл жүретін сияқты көрінеді. Басым жеп-жеңіл болып тыңайып қалыппын. Жоғарыдағы екі жас жігіттер тойдан келе жатыр екен, қатты ұйқыда. Купедегі кішкене столдың үстін Мәлік ағай дәмге толтырыпты. Мен де жолға алған тамақтарымды ала бастадым. Әр нәрсені бір айтып отырып тамақтанып та болдық. Бір кезде 40-қа толдың ба деп сұраған Мәлік ағай, осы күнге дейін үйленбей жүргенің не себеп деп төтесінен кетті. Үйленбей жүргеннің өзі жақсы деген кезекті жауабымды Мәлік ағай дені дұрыс жауап деп есептемегені көрініп тұр. 35 дейсің бе, аз жас емес қой деп бір тоқтады да, әрі қарай әңгімесін тез жалғастырып әкетті. Шырағым, уақыт деген білдірмей өтіп кетеді. Сені Майраның жақсы көретініне дау жоқ. Ол маған абанық байқалып тұрады. Себебі оның зауытқа келгеніне 5-6 жыл болып қалды. Кішкене коллективте адам тізе қосып бірге жұмыс істеген соң бір-бірін жақсы біледі. Әрбір адам кітап секілді ғой, тек оқи білу керек деп бір тоқтады. Майраның атын естігенде біреу жанды жерімді тырнап алғандай, бұл тақырыптағы әңгімеге құлықсыздық танытқанымды білдіріп, терезенің пердесін ысырып, түнгі меңіреу далаға тесіле қарадым. Ыстықтағандаймын, ал бір жағынан еркек пен әйел қатынасы туралы әңгіме құлағыма жағатын секілді. Жалықпай тыңдауға бармын. Бірақ менің жеке басыма қатысты болмаса болғаны. Менің Майраны жақсы көретінім өзіме белгілі. Бірақ Майраның мені жақсы көретініне шүбәлі едім. Әрі оны соншалықты сырт көзге байқалып тұрады деп ойламаппын. Жуынып келген Мәлік ағай екі ойлы болып аз кем тұрды да, бір шешімге келгендей маған қарап, Дүйсен, сен сырыңды айтатын, сырласатын, ақылдасатын, алдыңда ағаң, артыңда інің жоқ, досыңа да әртүрлі себептермен бар сырыңды айта бермейсің, намыстанасың, ұяласың, түсінбей қалама деп ойлайсың. Тіпті сол сырларың бір кезде әлде қалай уақытта өзіңе қарсы жұмсалады ма деп те қорқуың мүмкін. Мен басымдан өткен өмірімнің бір үзігін айтып берейін. Мүмкін ой салар, кәдеге асар, жол ұзақ қой деді. Жұрттың сүр бойдақ болып, қашанғы жүресің, қашан үйленесің дегеніне 40-қа келгенде оған дейін үй салып, машина алайын, сосын үйленем десем, тағы бірде, ой, осы күні қай бір дұрыс қыз бар дейсің деп танауымды шүйірген болып қоя саламын. Бірақ бар мәселе басқада еді. Ал Мәлік ағайдың сұрағы да басқаша. Ол сенің ішіңдегіңді көзбен оқып, біліп отырғандай. Өзіңіз біліңіз, уақыт өтсін ағай дедім. Ол кісі әңгімесін қоңыр дауыспен бастап кетті. Мен жас кезімде ауылдағы көрікті әрі денелі жігіттердің алды болдым. Екі иығыма екі кісі мінгендей, қапсағай денелімін. Құдай берген өнерім бар. Арнаулы оқымасам да кез келген музыкалық аспапта ойнап ән салам. Қазір қойып кетсем де жолдастар мен таныстарым отырыстарда кездесе қалса, ой жайлауда айтшы, жоқ 16 қызды шырқашы деп
әркім жасына, көңіл күйіне қарай қалаған өлеңдеріне заказ беріп жатқаны, көңіл күйім болса өлеңдердің шығу тарихын, оқиғаларын өз басынан өткендей, сөз бен әуенге жанымдағы сезімнің сөлі мен селін қосып, майын тамызып айтып берем. Олар да риза, олардың риза болғанына мен де риза. Жаным рахаттанып қалады. Сөйтіп жүріп, құшағымда ай сайын бір қыз, олар өздері келіп құлаған соң қадірі болмайды ма? Әлде маған тәуір қыздар кездеспеді ме? Әйтеуір, олармен 2-3 рет бірге болғаннан кейін, олар мені жалықтырып жеріп шыға келемін. Мені қол жетпестей көрді ме? Олар да талапсыз қала берді. Атыраудың Асила деген бір қызы маған үйлен деп біраз жүгіргенде, мен сенің бірінші жатқан еркегің емеспін ғой дегем. Ол, мен сенің алдыңда адал болдым. Мені жасөспірім кезімде бір мас адам зорлап кеткен деп шынымды айтып едім ғой. Мен сенімен болғанша басқа жігіттермен сүйіскен демеспін деді. Аз кем ойланғанмен, маған пәк болып кездескен қыздар да жетерлік деп күлгенімде ол жұлып алғандай. Ендеше сені солардың пәктігі ұрсын. Мен сені шын жүрегіммен сүйіп едім ғой деп көздеріне толған жасты көрсетпеуге тырысып жүгіріп кеткен. Мен ол кезде қыздар ғана емес, тума-туыстар да, жұмыста бастықтарға дейін төбелеріне көтеретін. Жүрген жерім думан, ауыл түгіл ауданға келген әртүрлі комиссиялар мен атақты қадірлі деген адамдардың алдында өнер көрсетем. Табыс та жаман емес. Шынымды айтсам, сол қызға берген сондай мысқыл жауабыма әлі өкінемін. Сол қыздың қарғысы бірнеше күн құлағымда шыңылдап тұрғандай болғанмен, біраздан кейін ұмытып кеттім. Қайран 25-тің демімен алды-артыңа қаратпайтын бұлқынған бұлақ күштің тасқыны шығарып, кез келген ортада суда жүзген балықтай өзімді еркін сезінемін. Сөйтіп жүріп үйленіп, ажырасып та үлгердім. Олардың арасында көлденең кездескен әйелдермен кездейсоқ байланыстар қаншама. Сөйтіп жүріп 32-ге толдым. Сол кезде менің өмірімде бір өзгеріс болып, басымда қара бұлт торлады. Бір рет әйелмен оңашада ыңғайсыз жағдайға қалғаннан кейін, сол жағдай бірнеше рет қайталанған соң, әйел атаулыға беттемей қалдым. Тағы бірде бір қылықты әйел үйіне шақырып, тәтті қылығына денем балқып, төменгі жағым жыбыр-жыбыр етіп жан біткендей болып еді. Жеме-жемге келгенде қанша тырыссам да түк шықпады. Қылықты әйел істемейтіні бар, қатын етеңін деп былш еткізді. Содан кейін үйленбек түгіл әйелдерге жақындауға қорқатын болдым. Менің өмірімде басқа бір кезең басталды. Алматы мен Москваның арасындағы қалалардағы талай дәрігерлерге көріндім. Бойыма қан жүгіргенмен әйелге жақындағанша күш кетеді. Не керек, әйтеуір дәрігерлердің қойған диагноздар мен қолданған емдері қаншалықты әртүрлі болып, әртүрлі ем қолданса да нәтиже болмады. Менің емделуден де бетім қайтып шаршадым. Шетелге шығып, емделу ол кезде Советтер одағы дейтін үлкен елде ілуде біреулерге ғана бұйырған. Оның үстіне қаржы жағы да қол байлау болды. Жылына алатын демалысың да бірақ ай. Одан шешем қайтыс болып ажырасқан әйелім басқа қалаға көшіп кетіп, жаныма жұбаныш болатын жалғыз баламен кездесу де проблема болып қалды. Жанымда арақпен жұбатқым келіп, бөтелке мен ащы суды жақсы көріп, бірге ішетін бөтелкелестермен дос бола бастадым. Осы арада тағы 2-3 жыл зу етіп, менің еңсем түсіп, бұрын маған сүйсініп, таңданып қарайтындардың енді маған мүсіркей, тіпті жиіркене қарайтындарын сезе бастадым. Әйтеуір денемді сүйреп жұмысқа келем. Көңілімді ауламақ болған дос-жаран, тума-туысқандарға аңғай бермеймін. Олар менің көңілімдегі ең үлкен қорлықты білмек түгілі сезбейтін де. Сол кезде тағдыр маған аяулы бір періште әйелді жолықтырды. Алима маған тағдырдың тартқан үлкен сыйы еді. Үлкен зауыттың өндіріс пен жоспарлау бөлімінің кабинеттері қатар орналасқан. Соның бірі мен істейтін өндіріс бөліміне шамамен жасы 35-тің 37-нің арасындағы аққұба келген тартыншы келіншектің жаңадан жұмысқа тұрғанын біздің бөлімнің жігіттері бір-ақ күнде білді. Оған себепші Алиманың өзі болатын. Бөлімдегі 4 жігіт айдың аяғы болғандықтан 4 столды құшақтап, мұрындарымыз шаншылып, жұмыстарымызбен айналысып отырғанбыз. Жігіттер, саламатсыздар ма? Мына тоқ шайнекті жөндеп бересіздер ме деген таза мөлдір дауыс естілгенде денем шым ете қалды. Неге сонша елең еткенімді білмеймін. Шын болса кейде адамға Құдай сездіреді дейді ғой. Бұл дауыстан кейін бір түрлі күйге түскеніме өзім де түсінбеймін. Еш нәрсеге мән бермеген болып, басымды көтермеген күй отыра бердім. Әйелдер туралы ойлауға өзіме өзім тыйым салғалы қашан. Аздан соң, о мәке, мынаны сіз қарамасаңыз